22 қазан 1962 жыл ақш президенті Джон Кеннеди Кубаға әскери теңіз флотын жібереді. Мақсаты КСРО-ның жүк ядролық зымырандарды тасымалдайтын кемелеріне тосқауыл жасау. Кеннеди алдағы шайқасты стратегиялық түрде былай атады: бүкіл шабуылдау әскери техникасының қатал карантині. Бірақ шын мәнінде бұл блокада еді, яғни агрессия акті. Екі жақтың да бір ғана бұрыс әрекеті бүкіл әлемдік ядролық соғысына келеді. Бүкіл оқиға бір апта бұрын осы жерде басталды. Бұл көріксіз аэрофотосуреттен. Бірақ ол сіз нақты бір нәрсені іздемесеңіз ғана көріксіз көрінеді. Екінші дүниежүзілік соғыста бірлесе жеткен жеңістен кейін Америка құрама штаттары мен Кеңес одағы тез уақытта қас дұшпан болып, қырғи қабақ соғысы деп аталатын әлемдік ықпал үшін күреске түсті. Осы қақтығыстың қақ ортасында тыңшылықпен барлау болып жатты, әсіресе қиратушы күші бар ядролық арсеналмен өз-өздерін күшейту барысында. Алайда басында ақштың дұшпандарын бақылау қиын болды. Кеңес одағы құпиялық ел болды, өзін және өзінің әрекеттерін әлемнен жасырып жүрді. Материкке темір перде орнатылды. Жақын болашақта кеңестік Ресей не істемекші екенін ешкім білмейді. Шешімді сол кезеңдегі ақш президенті Дуайт Эйзенхауэр екінші дүниежүзілік соғысынан қалған шолу эксперименталды операциясының негізінде тапты. Оның тапсырысы аэрофотосуреттерді талдау еді. 1950 жылдардың аяғында жаңа биіктікке көтерілетін U-2 тыңшылық ұшағы аэрофотосуреттерді келесі деңгейге көтерді. Ол қуатты камерамен жабдықталған болып, таңқаларлық 70 000 фут немесе жер бетінен шамамен 21 километр биіктікте ұша алатын болды. Бұл камералар 40 000 футтан жасыл алаңда гольф тобын анықтауға қабілетті деп сипатталған. 1961 жылы Эйзенхауэр ОПП-ның жаңа бақылау орнын құруға рұқсат берді. Ұлттық фотографиялық түсінік беру орталығы немесе NPIC. Бұл шағын фототалдаушылар тобы фотограмметрия деп аталатын фотосуреттерден зат көлемін анықтау туралы ғылымға үйретілген болатын. Осы әдісті қолдана отырып, тәжірибелі фототалдаушы фотосуреттердің ұсақ бөлшектерінде жасырылған белгілі бір құралды анықтай білді, және бұған қоса ядролық зымырандар алаңын құру белгілерін тани алатын болды. Бірақ мұның бәрінің Кубаға қандай қатысы бар? 1961 жылы Качинус шығанағындағы ақштың Куба коммунистік үкіметін жою үшін сәтсіз шабуылынан кейін Кеңес одағы мен Куба арасындағы байланыстар күшейе түсті. ақш Кеңес одағы Кубаның жерін ядролық зымыран базасы ретінде пайдалануы мүмкін деп алаңдады. Егер солай болса, олар кенеттен батыс жарты шарда ядролық қарудың аймағына түсер еді. ОББ Кубаның үстінен U-2 миссияларын өткізіп, суреттерді NPIC-ге жеткізе бастады. Оның фототалдаушылары әр бөлшекті зерттеп, кеңестердің аралда болған дәлелдерін іздеп жүрді. Бұл бір шақырымдық пішіннен ине іздегенге ұқсайды. Осылайша бір ғана U-2 миссиясы көптеген жерлерді қамтитын фототаспасын әкеліп жүрді. Бірақ 1962 жылы 15 қазанда аға фототалдаушы Дино Бригиони бірдеңе тапты. Бұл фотосурет Кеңес одағының Кубада ядролық зымыран алаңдарын салып жатқан күмәнсіз дәлелдеді. Бригиони белгілі кеңестік үлгілерге сай орналасқан әскери шатырлар мен жүк көліктерін анықтады. Бұған қоса іске қосу құрылғысын және ең маңыздысы ұзындығы 65 фут болатын ракеталық тасымалдау тіркемелерін тапты. Мәскеуде түсірілген фотосуретпен салыстырғанда, оны кеңестік SS-4-ке тамаша сәйкестендірді. Бұл қарудың 1100 теңіз милін құраған әрекет ету қашықтығы бар, яғни Вашингтонға дейінгі бүкіл американдық қалаларына деген қауіпті білдіреді. NPIC тапқан нәрселермен Кеннедимен бөліскенде, президент Кубаны суретке түсіру және талдау үшін U-2 миссияларын кеңейтуді бұйырды. Фототалдаушылар Кеннедиді күн сайын жасырын түрде өздерінің жетістіктері туралы жаңартып отырды, және бұл оған Кеңес одағына қарсы тұру туралы шешім қабылдауға уақыт берді. Дәлелдерді ескере отырып, Кеннедиге ракеталық алаңдарға қарсы әуе шабуылдарын жасап, Кубаға басып кіруге кеңес берді. Бірақ ол басқа ақылға салынған шешімді шығарды. Бүкіл шабуылдап, әскери техниканың қатал карантині. Бұл ақш пен Кеңес одағы арасындағы алты қарқынды күнді тудырды. Кеңес үкіметінің премьер-министрі Никита Хрущев Кеннедидің бұл әрекетін адамзатты әлемдік ядролық соғыстың қиығына итермелейтін агрессия акті деп атады. Таспаны тәулік бойы өңдеу зымыран алаңдарында жұмыстың тездетілгенін көрсетеді. Күдікті фотосуреттер Біріккен ұлттар ұйымындағы одақтастарға белгілі болды. Өйткені ақш әскери күштері жедел түрде жұмылдырылып, жоғары дайындық жағдайына қойылды. Ал Куба тағы бір шабуылға дайындалды. Бірақ кеңестік жүк тасымалдаушылар карантиндік сызыққа жеткен кезде кеңес жалдаған Амаручила кемесі тоқтатылды. Отырғызылды және тексерілді. Содан кейін Кубаға бару үшін тазартылды.
шабуыл жасайтын қару-жарақ тиелген кеңестік кемелер кері бұрылған секілді. Бірнеше күннен кейін Кеннеди Хрущевтан хабарлама алды. Кеңес одағы ақш-тың Түркия мен Италияда орналасқан зымырандарын алып тастау шартымен Кубадан кетуге келісті. Сонымен, ядролық зымыран алаңдары жойылып, Кеңес одағы кетіп қалды. Ядролық зымырандар олармен бірге темір перде арқылы тасымалданды. NPIC-ге жеке алғыс хатында Кеннеди ақш-тың қазіргі кездегі кубалық зымырандық дағдарыс деп аталатын реакциясына кеңес беріп, кубалық фотосуретті талдау және түсіндірудің маңыздылығын атап өтті. Қысқаша мазмұны, Кеңес одағы батыс жарты шарда шабуылдаушы қарудың негізгі базасын жасырын түрде құрып алуға тырысты. Оларды бұл әрекеттен тоқтатуы көбіне біз жаңа қарастырған барлау фотосуретінің арқасында.